Педагогикалық шеберлік орталығы тарих қойнауына еніп бара жатқан ұлы жылыда ұстаздарды үздіксіз кәсіби дамыту миссиясын абыроймен жалғастырды. Орталық үшін 2024 жылдың ең басты сүйіншісі халықаралық институционалдық аккредиттеу процедурасының сәтті аяқталуы болды. Қазақстандық орталық институт тарихында аккредитациядан шартсыз, ең ұзақ мерзімге және бірде-бір түсініктемесіз өткен алғашқы ұйым екені атап өтілген. Педагогикалық шеберлік орталығы 2024 жылдың қыркүйегінде дүниежүзілік сабақты зерттеу қауымдастығының WOLS 2024 халықаралық конференциясын өткізді. Қазақстанның бас қаласы бір мезетте әлемдік білім берудің астанасына айналды. Қауымдастық президенті Кэтрин Льюис шараның салтанатты жабылуында конференцияны барлық елдер мен континенттердің мұғалімін біріктірген білім берудің ұлы жібек жолына теңеді. Орталықтың шетелдік педагогтердің біліктілігін арттыру және қазақстандық зияткерлік технологияларды әлемдік білім беруге сәтті тарату тарихында жаңа парақтар ашылды. Биыл Тәжікстанның ұлттық білім беру жүйесін ілгерілету бойынша Еуропалық одақтың жобасы педагогикалық шеберлік орталығына сеніп тапсырылды. Педагогтердің біліктілігін арттыруды түбегейлі жаңғырту республикада 2025 жылы алғаш рет қатысуды жоспарлап отырған жаһандық PISA зерттеуіне дайындық аясында жүргізілді. Табысты ұйым алғаш рет Африка континентіндегі шетелдік мұғалімдерді оқытуды бастады. Орталық өкілдері африкалық әріптестермен Нидерландының Зволлесінде WOLS эстафетасын қабылдау кезінде танысқан болатын. Қазақстандық орталықтың кәсіби жетістіктері бауырлас қырғыз мұғалімдердің де үлкен қызығушылығын тудырды. Қырғызстан мұғалімдеріне зерттеу қызметін кеңейтуге бағытталған арнайы ауқымды бағдарлама әзірленді. Педагогикалық шеберлік орталығы үшін 2024 жыл оқытудың жаңа бағытын енгізумен есте қалды. Педагогикалық емес жоғары білімі бар азаматтарға арналған қайта даярлау курстары мектептердегі мұғалімдер тапшылығы мәселесін шешуге негізделген. Орталықта қазір болашақ математика, ағылшын тілі, бастауыш сынып мұғалімдері мен дефектолог, логопед, педагог ассистент мамандары білім алуда. Орталық биыл мектеп басшыларының кадрлық резервін дайындау бағдарламасының 2024 жылғы түлектерін ұшырды. Өзгерістерді басқару және білім берудегі көшбасшылықты болашақ топ менеджерлер педагогикалық шеберлік орталығында үйренді. Балалардың әл-ауқаты үшін Түркістан, Ақмола, Маңғыстау облысындағы ауылдық мектептердің ішкі әлеуетін арттыруда да ауқымды жұмыстар атқарылды. Жас ұстаз табысқа апарар жол, шабыт, шамшырақ біліктілікті арттыру курстары мен оқыту семинарлары және өзге де жобалар жоғары сапа мен терең мазмұн педагогикалық шеберлік орталығының мінсіз командалық жұмысын тағы бір мәрте растады. Жаңа 2025 жыл орталық үшін жақсылыққа жомарт, сәттілікке мырза болғай.